Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен балалық шақтың дәмі болған мини пиццаларды дайындаймын. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға жылы сүт және жылы суымызды құйып аламыз. Татымына қарай тұз, қант және де майонез қосып алсаңыздар болады. Сұйық ерітілген майымызды және ашытқымызды салып аламыз. Барлығын жақсылап ерігенше араластырып, ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Кезек-кезек ұнды салып отырып, жұмсақ қамырлейміз. Қалауларыңызға қарай майонездің орнына қаймақ қолдансаңыздар да болады. Қамырымызды барынша жақсылап июын қандырып алып, бетін жауып, жылы жерге 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Толық қамырымыз ашып, дайын болғаннан кейін қолымызды майлап отырып, осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң осылай майда бөліп алған қамырларымызды қолымызбен осылай айналдырып отырып, домалақ етіп июын қандырып, шамамен 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге тындырып қойып қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілген, енді табамызға барлық қамырларды орналастырып аламыз, қолымызбен жайып шығамыз. Қамырымыз кез келген формаға кете беретін болғандықтан қолмен жайып шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша оқтаумен жайып алсаңыздар да болады. Енді керек заттарына сосиска немесе колбасаны қолдансаңыздар да болады. Мен сосисканы қолдандым, нарленнің және де эмердің сырын қолдандым, пиццаға арналған. Сырымызды үкіштен өткізіп аламыз. Қалауларыңызға қарай тұздалған қиярды қоссаңыздар болады. Енді қамырларымыздың барлығын осылай шанышқының көмегімен тесіп аламыз. Одан соң барып керек заттарымызды орналастырамыз. Кетчупты майонезбен араластырып қолдансаңыздар да болады. Мен құр кетчуптың өзін жағып шықтым. Және де бетіне енді керек заттарымызды кезек-кезек орналастырамыз. Бірінші сосискамызды және үстінен тұздалған қиярымызды, барлық осылай пиццалардың бетіне сырымызды сеуіп шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 30 минут немесе 25 минутқа қойып пісіріп аласыздар. Әркімнің пеші әртүрлі қызатын болғандықтан өздеріңіз қарап көресіздер. Тез дайын болады, керемет болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса, каналымның дамуына үлес қосып, қолдап, лайк басып қойыңыздар. Және де қоңырауша белгісінде басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда сіздерге менің жаңа видео рецепттерім шықса бірінші көрінетін болады.